Бал жеуді күнделікті әдетке айландырғандарға ағзамызда қандай өзгерістер орын алады және тұтастай алғанда оның денсаулыққа пайдасы бар ма? Видеоның соңына дейін көріңіз, сіз естімеген құпияларын айтатын боламын. Баршаңызға сәлем, достар, сіздермен Дертке шипа арнасы. Біздің арнада 96% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, біздің еңбегімізді бағалап, қазақша арнаны қолдап, арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Сіздің болмаша ғана оп-оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Біз денсаулықты нығайту үшін түрлі витаминдерге қыруар ақша жұмсаймыз. Жалпы, иммунитетті жақсартудың жолдарын іздейміз. Бірақ неліктен адамдар көбінесе табиғат ананың осы мақсаттарға арналған сыйын өзі бергенін байқамайды? Бал әртүрлі аурулардың алдын алу және оларды емдеуге қызмет ететін ара шаруашылығындағы керемет өнім. Сонымен қатар, бұл тәттіні қант диабетіне шалдыққан адамдарға да қолдануға болады. Бірақ балдың табиғи екенін сенімді болу үшін оны арашылардан сатып алған жөн. Балдың ағзаға қандай пайдасы бар? Таза тері. Бал өте күшті антиоксидант. Ол терідегі тесіктердің бітелуіне және безеу мен терінің ерте қартаюға алып келетін ағзадағы уытты заттарды шығарады. Балды жеуден бөлек, онымен маскалар жасауға болады. Сонда бет барқыт тәрізді жұмсақ және тегіс болады. Арықтау. Артық салмақтан арылу керек болса, тәтті жеуге болмайтынын өздеріңіз де білесіздер, бірақ ол тәтті бал емес. Балды жеуге рұқсат етіліп қана қоймай, сонымен қатар оны арықтағысы келетіндерге ұсынады. Ол метаболизмді дұрыстағандықтан артық салмақ тез кетеді. Холестерин деңгейін қалыпқа келтіру. Бір қызығы, балдың құрамында холестерин жоқ, бірақ оның құрамында холестерин деңгейін төмендетуге көмектесетін микроэлементтер бар. Жоғарыда айтылғандай, балды күнделікті тұтыну ағзадағы антиоксидант қосылыстарының деңгейіне оң әсер етеді, ал ол өз кезегінде жоғары холестерин деңгейімен күреседі. Тамырлар. Балды күнделікті қолдану жасы келген адамдардың барлығында пайда болатын жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алады. Медициналық зерттеулер көрсеткендей, балдың құрамына кіретін антиоксиданттар артерияларының тартылуына және қан ұюының алдын алады. Есте сақтау қабілетін жақсарту. Күнделікті бал тұтынатын адамдарға есте сақтау қабілеті әлдеқайда жақсы дамығанын ғылыммен дәлелденген. Сондай-ақ, олардың қартайғанда ұмытшақтыққа шалдығуы ықтималдығы да нөлге тең. Сонымен қатар, балдағы кальций миға жақсы сіңеді және бұл оның жұмысын жағымды әсер етеді. Дұрыс ұйқы. Қатты ұйқы психоэмоционалдық денсаулық пен сұлулықтың кепілі болып табылады, ал бал тез ұйықтауға ықпал ететін гормон серотониннің өндірілуіне мүмкіндік жасайды. Сондықтан ұйқы алдында бір қасық бал жеп жататын болсаңыз, жақсы ұйықтайтын боласыз. Ас қорытуын қалыпқа келтіру. Ас қорыту жақсарту үшін аш қарынға бір қасық бал жеу ұсынады. Осындай қарапайым рәсім асқазан ішек жолдары ауруларының пайда болуына жол бермейді. Сонымен қатар, бал асқазан жолында бактерияларды жояды. Сондай-ақ, асқазанның шырышты қабығындағы жараларды емдейді. Антидепрессант. Балдың құрамында глюкоза нейрондар үшін қажет. Ол қанға тез сіңіп, босаңсуға, сіңірдің тартылуын төмендетуге және психологиялық бұзылуларды емдеуге ықпал етеді. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша түймесін басыңыз. Каналымда бұдан да қызықты ақпараттар болуына сенімдімін. Келесі видеоларында көріскенше ауырмаңыздар.